Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге Lumia сайтында тағы да бір дидактикалық ойынның жасалу жолымен таныстыратын боламын. Дидактикалық ойынымызды дайындау үшін әдеттегідей жасыл тор көзінің ішіндегі плюс батырмасын басамыз. Содан кейін бізге осындай жұмыс терезесі ашылады, соның ішіндегі гейм батырмасын басамыз. Осының ішінде осындай 12 түрлі ойынды құрастыруға болады. Менің алдыңғы видеомда сәйкестендір атты дидактикалық ойынды құрастырсақ, біз бүгін рет-ретімен орналастыру ойынын құрастырамыз. Ол үшін біздер осы түймені басатын боламыз. Мінекей бізде осындай жұмыс үстелі ашылды. Енді осы жерге біздер рет-ретімен орналастыратын сөздерді жазамыз. Бұны біздер қазақ тілі сабағында, математика сабағында, орыс тілі, ағылшын кез келген сабақтан қолдануға болады. Тек пәніңізге қарай бейімдеп аласыз. Мысалға, математикадан 2 таңбалы сандарды рет-ретімен орналастыруға болады. Ағылшыннан апта күндерін немесе өзіңіз өтіп жатқан пәнге байланысты, тақырыпқа байланысты құрастыруға болады. Мысалға, қазақ тіл сабағында септіктерді өткен кезде септіктерді рет-ретімен орналастыруыңыз деп оқушыларға тапсырма беруге болады. Мен қазір сіздерге септіктерді рет-ретімен орналастыру туралы көрсететін боламын. Бұны әдебиет сабақтарында шығарма өтсеңіз, шығарманың басталуының қалай басталды және ортасында не болды, шиеленісуі және аяқталуы туралы да құрастыруға болады. Мен қазір септіктер туралы жазамын. Бірінші, мысалы, бізде атау септік. Атау септік. Келесі бізде ілік. Ілік септік. Барыс септік. Осылай мен 7 септікті жазып шығамын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мен 7 септікті жазып шықтым. Одан ары қарай енді мына батырманы басамыз. Осы жерде фон таңдауға болады, яғни біз қандай фонда боламыз, соны таңдауға болады, және фон таңдамауға да болады. Енді осының ішінен біздер өзімізге қандай фон ұнайды, соны таңдап аламыз. Мінекей мен қазір қазынан аламын. Сосын финиш батырмасын басамын. Мінекей бізде осылай шығады. Енді осы түймені басу арқылы ойынды біз бастай аламыз. Мінекей бізде осындай болып ашылды. Енді осы жерде біздер рет-ретімен орналастырамыз, яғни оқушылар табу керек. Мысалы, бірінші атау орнына барамыз. Ілік септік. Енді мен қазір қате жауап беріп көремін. Қате жауап болғанда қандай болатынын көрсету үшін сіздерге әдейі. Жат септік міне. Яғни бұл жерге тұрмайды. Рет-ретімен келесі барыс, табыс, жатыс, шығыс. Көмектес. Егер мен видеом ұнаса, лайк басып комментарий қалдыра отырайық.